aldımda mazasız kilbit Şaşattın koy kilkit Bas tartıp soңунан kaçtip Бүткені түрі бізге Жібітпек шысың қайта Мен сені білем бізге Соңыптан байқа Қалайша жоямын үмітімді сенде беккен Кешіруге дайынмын жоғалып кетсең де тап ертең Арамызда бір тыныштық Бәрі де сөзсіз түсінікті Алдамайды көздер Бұл махаббат Бұл махаббат Бұл махаббат Қыздар, жігіттер, түйемұрындық жайлы білесіңдер ма? Я, түйемұрындық деген біздің озық дәстүрлеріміздің бірі емес пе? Мен де естігенім бар. Негізі түйемұрындық ол ұзатылып бара жатқан қыздың көш ауылдардан әйелдер жиналып, арқан керіп, қызды жүргізбейтін салт дәстүр болды. Қыздар, жігіттер, жалпы осы түйемұрындық атауының өзі бір ерекше. Неліктен түйемұрындық деп аталған білесіңдер ма? Негізінен түйемұрындық деп аталуының себебі жаңа айтты ғой, көрші ауылдың әйелдері алдынан шығып, сол бастапқы келе жатқан түйенің мұрындығынан ұстап тоқтатқан деген деректерге байланысты шыққан. Осы кезде маған да бір үлкен сұрақ келіп тұр. Қазіргі яғни біздің заманымыздағы қыз ұзату салт дәстүрімен баяғы бабаларымыздың жаңғыртып кеткен осы түйемұрындық салт дәстүрінің екеуінің айырмашылығы неде? Жалпы олардың айырмашылықтарын айтатын болсақ, мысалы біз бұрынғы заманда түйемен естіген қызды алып қашқан, ал қазіргі заманда көлікпен машинамен алып қашады. Машинаның алдында қызыл лентамен тоқтатып оны кесірше, мүлдем екеуінің айырмашылықтары вообще көп қой негізі. Айтпақшы, қыздар, жігіттер, бізге алдыңғы жол ағай білесіңдер ме? Тақырып бермей кетті ғой үйге. Сол бүгін қандай тақырып болады екен? Қайырлы күн, студенттер. Бүгінгі біздің тақырып түйемұрындық. Арамызда 1 метр, көз алдымда мазасыз kilbit